Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы мен электрондық сауданы дамытудың жол картасы шеңберінде негізгі іс-шараларды жүзеге асыру басталған уақыттан бері оң үрдіс байқалады. Ресми статистика деректері бойынша 2017 жылы электрондық сауда нарығының көлемі 107 миллиард теңгені құрады. Бұл бөлшек тауар айналымы жалпы көлемінің 1,2% болып табылады. Жедел деректер бойынша 2018 жылдың 5 айындағы электрондық сауда нарығының көлемі 101 миллиард теңгені немесе бөлшек тауар айналымының жалпы көлемінің 2,9% құрады. 2 есе өсім байқалды. 2018 жылдың басынан бастап 110 жаңа электрондық сауда субъектілері тіркелді. Нарықта 1700 интернет дүкендер жұмыс жасайды. Сатып алушылардың саны 1,5 миллион адамға дейін өсті. Электрондық саудамен байланыс салаларды да қоса алғанда аталған салада жұмыс жасаушылардың өсімі 37 мың адамды құрады.